Сәлем достар, эфирде ғибрат бағдарламасы. Мектебіңізге қор келіңіз, өзіңізді таныстырсаңыз. Сәлеметсіздер ме? Мен осы Астана қаласы полиция департаментінің Байқоңыр ауданы бойынша кәмелет жасқа толмаған істері жөніндегі полиция учаскелік инспекторы боламын. Полиция аға лейтенанты Қуанышбаева Азиза Қайратқызы. Сіз өз мамандығыңыздың неліктен таңдадыңыз? Маған көбінесе осы әділдікті ұнатамын, осы елімізде тәртіп болғанын қалаймын. Сол себепті өзімнің бір үлесімді қосқым келді. Балалардың негізгі құқықтары мен міндеттері қандай? Негізгі құқықтары мен міндеттері ол ең біріншіден олар әрине өмір сүруге құқылы, білім алуға, өз ойын ашық жеткізуге деген сияқты. Заң бұзған жағдайда қандай жаза қолданылады? Заң бұзған жағдайда ең бірінші ол ескерту міндетті түрде, одан кейін ұсақ қандай бір бұзақылық жасаса, оған айыппұл салынады, ал егер қылмыстық жауапкершілік болып жатса, ол кезде уже бас бостандығынан айыруға дейін жаза қолданады. Балаларға қандай кеңес берер едіңіз? Балаларға ең біріншіден тәртіпті болуға, әрине үлкендерді сыйлауға, қайда жүрсе де біздің еліміздің заңын сақтауға кеңес беремін. Сұхбатыңызға рахмет. Қош, сау болыңыздар.